8 қарашада Әзілқой жандар халықаралық КВН күнін атап өтті. Бұл мерекеге орай сахнада жүргендеріне талай жыл болған КВНшілер мен 10 жыл бұрын түрлі құрамаларда өнер көрсеткен майталмандар халықтың алдына түрлі әзілдерін алып шықты. Оның бірі 4 баланың әкесі Құмар Лұқманов. Мен сол бұрынғы заманның ойыншысы болғаныммен кәрі КВНші емеспін. Бүгін өзімнің 18 жасымды еске алуға келдім. Әрине, бұл өзге жігіттердің қолынан келсе. Бүгін біз кезінде бірге ойнаған жігіттерде өнер көрсетеді. 18 жасын еске алғысы келгенімен Құмар дайындықсыз келген. Өйткені өзінің де ойнайтынын білмеген. Бұл кеште мен сахнаға шығады екенмін. Маған кішкентай рөл беріпті. Әрине білген жоқпын, сондықтан үлкен тосын сый болды. Енді барып жаттауым керек. Сондай-ақ ойын барысында қазылар алқасы қатарында да отырам. Өзімнің достарым, ағаларым өнер көрсетеді. Енді әбден күліп демалатын шығармын. Сондай-ақ қазылар алқасының қатарында шығармашылық жолын КВН сахнасынан бастаған Асқар Ұзабаев та бой көрсетті. Бүгін КВН күні, сондықтан біз қазақстандық КВНшілер үлкендер мен жас топтардан құралған командамен кішігірім ойын өткізуді жөн көрдік. Көңіл көтеріп, әдемі кешті тамашалауға келген Сәбит Рақымбаев бірнеше жылдан кейін қайтадан халықтың алдына шығудан қорқатын көрінеді. Мені сахнаға қайта шығармайды деп үміттенемін, ұятқа қалғым келмейді. Айтпақшы, әзілге толы кешті Асқар Бейсенбин жүргізді. Ведущим буду я. Во-первых, на моей стороне сомнительная внешность. Отвратительная дикция. Ну и самое главное, я бесплатно отвечаю вам. Идеальный ведущий! Идеальный ведущий! Бұл режиссердің алғашқы тәжірибесі емес, өйткені бірнеше жыл бұрын Асқар мырза түрлі КВН ойындарының тізгінін ұстаған. Басында бұл өте қызық болды. Егер менің жұмыс кестемді ескерер болсақ, екеуін бірге қалай алып жүрерімді білмедім. Оның үстіне қазір фильмге үлкен дайындық өтіп жатыр. Бірақ ойын басталғаннан кейін бәрін ұмытып кеттім. Өйткені жігіттердің көңіл күйі маған да берілді. Аталмыш кеш бір қарағанда көңіл көтеріп, көңіл күй сыйлайтын ойын секілді көрінеді. Алайда бір сахнаға жиналған өнер иелері неше түрлі тақырыптарды қозғап, оны барынша күлкілі етіп жеткізуге тырысты. Ал жиналған халық жақсы көңіл күймен қайтты. Песня посвящается казахстанскому КВНу. Кеш барша халыққа ұнады. Сондықтан да болашақта жастар мен КВН майталмандарының ойыны өзінің жалғасын табады деген сенімдеміз.